Құрметті төрағалық етуші сот, құрметті сот отырысына қатысушылар, ата заңымыз Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-ші бабында көрсетілгендей, Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Сондықтан әрбір Қазақстан Республикасы азаматының өміріне қол сұғуға ешкімнің құқығы жоқ. Бүгінгі қаралып отырған қылмыстық іс бұл жай ғана сот процесі емес. Бұл бір отбасының үмітін үзіп, қабырғасын қайыстырған қасірет. Бұл Шерзат есімді кәмелетке толмаған жас баланың үзілген өмірі. Бұл қоғамның шырқын бұзған қайғылы оқиға болып табылады. Шерзат мүлдем жас еді. Ол ата-анасының үміті, ертеңгі елдің болашағы еді. Ол тірі болуға, бақытты балалық шаққа, келешекте өзінің ұрпағын қалдыруға лайық еді. Бірақ өкінішке орай қатыгездік пен мейірімсіздіктің құрбаны болды. Оның өмірі қасақана қатыгез жолмен аяусыз суық пышақтан үзілді. Ең сорақысы, бұл қылмыс оның туған ата-анасының көз алдында аса бір қатыгездікпен, аса бір жауыздықпен аяусыз жасалған. Онымен қоймай сотталушылар Шерзаттың жақындарына, яғни ата-анасы Нұрымов Қаржаубай мен Бишімбиева Гүлбараға, әжесі Кадирова Жұмабикеге де күш көрсетіп, ағасы Гайыпбаев Нұрғанаттың да өміріне қастандық жасаған. Осы ауырлықты сезіне отырып, қылмыскердің жазасыз қалмауы және қылмыс санатының ауырлығына қарай қатаң жазалану принципін ұстанамыз. Мұндай резонанс тудырған істер бойынша әртүрлі пікірлердің айтылуы да орынды. Алайда құқық қорғау органдарының адресіне айтылған орынсыз пікірлерге ақыл, парасат көзімен қарап, әртүрлі арандатушылық әрекеттерге жол бермеу жағында қатаң ұстау қажет. Адам өмірінің эквиваленті жоқ. Оның орнын еш нәрсемен толтыра алмаймыз. Енді осы қылмыстық іс бойынша көпшіліктің көңілінен шығатын әділ шешім қабылдау және істі сөз бұйдаға сала бермей нүктесін қою қажеттігі баршамызды толғандырып отырған анық. Қатаң жазамен заңға сәйкес қабылданған сот үкімі ғана әділдікті қалпына келтіре алады. Өз кезегінде қылмыстық істі әділ әрі заң талаптарына сәйкес шешу үшін уәкілетті органдар тарапынан барлық шаралар қабылданған. Тас түскен жеріне ауыр дейді, бірақ біз заң өкілдері ретінде мемлекет атынан сөйлеп тұрғандықтан, сол тастың ауырлығын жеңілдетпесек те, әділ шешіммен орнын толтыруға тиіспіз. Бұл оқиға адамшылықтың шекарасынан шыққан зұлымдық. Қоғамда ертең менің балам да осындай қауіп төнбей ме деген үрей бар. Әрине, қоғамның ондай уайымын түсінуге болады. Қазақта тағы бір сөз бар: жазасыз кеткен жауыз тағы бір қылмыстың басы. Сондықтан сотталушылардың әрекеттері заң аясында әділ бағаланып, қатаң жаза тағайындалуы тиіс. Бұл қоғамның әділетке деген сенімін нығайтып, болашақта мұндай қылмыстардың алдын алуға септігін тигізеді. Құрметті сот, енді осы қылмыс оқиғасының қалай орын алғанына тоқталып кетсем. Сот тергеуінде анықталғанда 2024 жылы қазан айының 3-нен 4-не қараған түні сағат шамамен 00:30-дан кете Талғар қаласындағы Қамажай дүкенінің алдында басталған қарапайым жанжал нағыз қанды қырғынға айналған. Атап айтқанда, соттаушылар Аскентай Дархан, Ысқақ Думан мен Тоқтабаев Нұрбол аталған дүкеннің алдында бола тұра, соңғының шақыруымен келген топ балалар, яғни Белгожаев Шыңғыс, Ильясов Нұрқияс, Шынасыл Абзал, Сакиев Рабил, Тоқтабаев Азамат келіп, өздерімен алып келген пышақтарды қолдану арқылы топтық бұзақылық жасау мақсатында дүкенге өзі бөлек келген Каляхмет Дидарды адамдар тобына қосып, бірінші болып Нұрымов Қаржабайға, Гайыпбаев Нұрғанатқа, кәмелет жасқа толмаған Полат Шерзатқа және оның досы Махмет Ахметке шабуыл жасаған. Ең алғашында төбелес бастаған Шынасыл дүкеннің сол жақ бұрышында тұрған кәмелетке толмаған Махмет Ахметтің жақ тұсынан жұдырықпен бір рет соққы жасаған. Оның салдарынан соңғы аталған дүкеннің қабырғасына ұрылып, басының артқы жағы жарылған. Сол сәтте Нұрымов қорғау мақсатында қолына пышақты алып, дүкеннің сыртына шыққан кезде Каляхмет оның қолынан ұстап, оған қорғануға мүмкіндік бермеген. Ал Белгожаев болса, қалтасынан пышақты шығарып, Нұрымовқа шабуыл жасап, дүкен есігін теуіп, оны ішіне кіргізіп жіберген. Тоқтық төбелес жалғасып жатқан кезде екі адамды қасақана өлтіруге ойы туындаған Шынасыл кек алу мақсатында Полаттың көрнеу кәмелетке толмаған біле тұра, соңғының әкесі Нұрымов және оқиға орнына сол сәтте келген анасы Бишімбиева
әжесі Кадированың көздерінше аса қатыгездікпен, бұзақылық ниетпен өзінің әрекеттерінің қоғамға қауіптілігін ұғынып және солардың болуын қалап, өзінің қалтасынан сабы қоңыр түсті ас пышағын алып, Полаттың өмірлік маңызды органы болып табылатын сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет сұғып алған. Полат өзіне пышақ жарақаты келтірілгенін сезіп, оқиға орнынан Шота Руставели көшесімен солтүстікке қарай қаша бастап, шамамен 45-50 метрден кейін денсаулығы нашарлап жерге отырып қалған. Өз кезегінде Шынасыл Полатқа ауыр дене жарақатын келтіргенін түсініп, ол жерге отырып қалған көріп, оның алған дене жарақатынан қаза болғанына көз жеткен. Әрі қарай Аскентай, Тоқтабаев, Нұрбол, Қалиахмет өздерінің сыбайластары Шынасыл, Ильясов, Тоқтабаев, Азамат, Белгожаев және Сакиевтің пышақпен қаруланғанын көріп, өздерінің бұзақылық әрекеттерін жалғастырып, адамдар тобының құрамында әрі қарай топтық төбелеске қатысуларын жалғастырған. Атап айтқанда, Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Сакиев Равиль тергеумен анықталмаған сыраның әйнек бөтелкесін дене жарақатын келтіру мақсатында Гайпаев Нұрғанатқа қарай лақтырған. Онымен шектелмей, Сакиев Гайпаевтың жақ тұсынан бір мәрте соққы жасаған. Сол сәтте Қалиахмет те Гайпаевқа қолмен соққылар жасаған, ал Тоқтабаев, Азамат пен Ильясов тергеумен анықталмаған ас пышақтарын Гайпаевқа қарсы қару ретінде қолданып, бірнеше рет сермеген. Оның салдарынан оның былғары күртешесі зақымдалған. Аталған жерден Нұрымов дүкен ішінен шыққан сәтте Тоқтабаев Азамат тергеумен анықталмаған таспен оның желке тұсынан соққы келтірген. Сол арада Шынасыл Полаттың әжесі Кадированың дүкеннің бұрышына итеріп жерге құлатқан. Ал Бишімбиева өзінің баласы Полаттың жерде отырғанын көріп, соған қарай бармақшы болған кезде оның алдынан Ильясов пен Шынасыл шығып, оның екі қолының білегінен күшпен ұстап тұрған. Содан кейін Гайпаев інісі Полаттың Нұрғанат аға маған бірдеңе сұғып алды деген дауысын естіп, Полатқа қарай барып, жедел жәрдем шақыруды сұрап, айқайлап көмекке шақыра бастаған. Әрі қарай Аскентай, Тоқтабаев, Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Қалиахмет, Сакиев, Шынасыл аталған көше бойында отырған Гайпаев пен Полатқа қарай бет алған. Анасы Бишімбиева Полатқа бірінші болып жетіп, оны қорғай бастап, ұрмаңдар, өлтірмеңдер деп сұрағанына қарамастан, Белгожаев Полатты бірнеше рет теуіп, қолындағы пышағының сабымен оның басына бірнеше мәрте соққылар жасаған. Ал Ильясов қолында ұстап тұрған мылтықтың сабымен Полаттың басынан бір мәрте соққы жасаған, алайда аталған соққы Бишімбиеваның оң жақ қолына тиген. Бұнымен шектелмей, сол мылтықтың сабымен жерде отырған Гайпаевтың да басынан бірнеше соққылар жасаған. Ал Аскентай, Тоқтабаев, Нұрбол, Сакиев, Шынасыл, Қалиахмет және Тоқтабаев Азамат болса, жерде жатқан Гайпаевты жан-жақтан ұрып, оны Полаттан ажыратып, шетке қарай тартып әкетіп, әрі қарай соққы жасауларын жалғастырған. Сол кезде Шынасыл қасында тұрған сыбайласы Сакиевпен адамдар тобын құрып, бұзақылық ниетпен Гайпаевтың інісі Аскентайды ұрды деген себепті басшылыққа алып, оны қазаға ұшырату мақсатында Шынасыл Гайпаевтың жамбасының құймышақ тұсына бір рет, ал Сакиев болса дәл сол жамбас тұсына 2 рет пышақ жарақатын келтірген. Бұл дене жарақаттарынан Гайпаев есінен танып қалған. Бұны көрген Шынасыл мен Сакиев өздерінің әрекеттерімен Гайпаевты қазаға ұшыратқандықтарына көздері жетіп, өздерінің достарымен бірге бой тасалаған. Алайда Шынасыл мен Сакиев өздерінің Гайпаевты өлтіру қылмыстарын өздеріне байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізбеген. Сонымен қатар, топтық төбелес барысында Тоқтабаев Азамат Гайпаев тұрып соғып жатқанда, оның қалтасынан Samsung A51 маркалы ұялы телефон түсіп қалған көріп, оны сол жерден жасырын жымқырған. Сотталушы кәмелет жасқа толмаған Ысқақ төбелеске қатыспаса да, басқа сотталушылармен сол күні бірге жүріп, бірге қашып кеткен. Ол Шерзаттың қаза болған туралы нақты білген. Атап айтқанда, ол Шынасылдың 3-7 дүкеннің алдында тұрғанда қылмыс қаруы болған ас пышағын шүберекке сүртіп жатқанын көріп, оның аталған пышақты оқиға орнында жәбірленушіге сұғып дене жарақатын келтіргенін түсініп, сонымен қоса оқиға орнында аталған аңшылық мылтықты Mercedes-Benz 280 маркалы автокөлікте тұрған көрген. Сонымен қатар, кәмелетке толмаған Ысқақ 04-10-2024 жылы таңертең әлеуметтік желілерден жоғарыда көрсетілген Қамажай дүкенінің қасында орналған топтық төбелес салдарынан кәмелетке толмаған Полат дене жарақаттарын алып, қаза болған естіп білгеніне қарамастан тиісті уәкілетті органдарға, яғни полицияға хабарламаған. Құрметті сот, мемлекеттік айыптаушы ретінде мен тараптардың барлық айғақтары мен іс материалдарын зерделей келе,
Әрбір айыпталушының әрекеті қалай дәлелденгенін нақты көрсетуге міндеттімін. Қылмыстық істегі дәлелдемелер бұл куәлардың айғақтары, бейнебақылау жазбалары, сот сараптама қорытындылары және соттаушылардың өз жауаптары. Осы дәлелдердің жиынтығы оқиғаның нақты бейнесін қалпына келтіруге және әрбір қатысушының нақты рөлін анықтауға мүмкіндік береді. Бірінші кезекте әрбір соттаушының әрекетіне нақты тоқталып кетсем. Өздеріңіз білетіндей, Шынасыл Абзал сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде беттестіру және оқиға болған жерді нақтылап көрсетумен бірге есептегенде одан барлығы 7 рет жауап алынған. 16 қазан 2024 жылы күдікті ретінде берген жауабында Шынасыл былай деп көрсетті. Осы кезде маған қарама-қарсы тұрған Шерзат мені ұру мақсатында маған қарай жұдырғымен секірді. Сол кезде мен артқа бір қадам жасап шегініп, қорғану мақсатында Шерзаттың сол жақ дене тұсынан оң қолымда ұстап тұрған пышақпен сілтеп, бір рет соққы жасадым деген. Өздеріңіз байқағандай, Шынасыл бұл жауабын нақты кідірмей беріп отырған. Осыған ұқсас, 26 қазан 2024 жылы Гайпаев пен Шынасылдың арасында беттестіру жүргізу барысында Шынасыл Полат Шерзатқа да, Гайпаевқа да пышақ жарақаттарын келтіргенін толығымен растап мойындаған. Нақтырақ айтқанда, қорғану үшін қолымдағы пышақпен Шерзатқа қарай сілтеп сұғып алдым деген. Бұдан бөлек, 12 қараша 2024 жылы тергеушінің неге сіздің жауаптарыңыз әртүрлі деген сұрағына Шынасыл өз істегенімді толық мойындау үшін Шерзатқа пышақ сұғып алғанымды мойындадым, яғни шындымды айттым деген. Осылайша Шынасыл сотқа дейін тергеп-тексеру кезінде мән-жайды нақты айтқан. Шынасылдың бұл жауаптары істің басқа да құжаттарымен нақты өз дәлелін тапты. Атап айтқанда, сотта сұралған куә Жақсыгелдінің жауаптарына сәйкес, ол 3-7 дүкеннің алдында тұрғанда Шынасылдың сұрауы бойынша оған Диди сусының қолына құйған. Сол кезде Шынасыл қолын жуып, артынша пышақты жуғанын көрсеткен. Соттаушы Ысқақта сот отырысында Шынасыл пышақты шүберекпен сүртіп отырған көргенін, мүмкін қол іздерін кетіру үшін сүрткен болар деп жауап берген. Куәлардың бұл жауаптар Шынасылдың қылмыс жасағанның ізін суыту мақсатында әрекеттер жүргізгенін нақты көрсетеді. Сот отырысында қорғаушы Абенов Қамажай дүкенінің алдында басталған төбелес барысында Шынасыл мүлдем болмады, себебі видеода ол көрінбейді деп жариялады. Алайда, өткен сот отырысында біз ұсынған суреттерде және Қамажай дүкенінен алынған бейне жазбаға сәйкес Шынасылдың сол жерде нақты болғаны анықталды. Оның қара көк түсті күртешесі, жанында ақ сызығы бар қара түсті шалбары, табаны ақ түсті ақ киімі, сонымен қатар сол қолында сары түсті зат ұстап тұрған сәті видеода анық көрінеді. Естеріңізге салып өтейін, Шынасылдың сотта берген жауаптарына сәйкес, оның үстінде қара түсті күртеше, қара шалбар және аяқ киімінің табаны ақ болды деп көрсеткен. Және ең маңыздысы, ол өзінің пышағын сары түсті дорбаға салып жүргенін айтқан болатын. Өздеріңіз білесіздер, сотқа дейін Шерзаттың өлімі бойынша 2 сот сараптамасы жүргізілді. Оның ішінде тәуелсіз сараптама да бар. Тараптардың өтініші бойынша 2 сарапшыны да сотта сұрадық. Басты сараптаманың қорытындысына сәйкес, ол 4 қараша 2024 жылғы номер 173 сот медициналық сараптамасы Полат Шерзаттың өлімі сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігіне зақым келтіре отырып, сол жақтағы кеуде қуысының еніп, шаншылып кесілген жарақаты нәтижесінде дамыған ауыр қан жоғалтудан болды. Бұл өмірге қауіп төндіретін және жәбірленушінің өлімімен тікелей себептік байланыста болатын денсаулыққа ауыр зиян келтірген деп көрсетілген. Тәуелсіз сараптама да осыған ұқсас қорытынды берген. Сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігіне келтірілген зақым Шерзаттың өлімімен тікелей себептік байланыста болатын денсаулыққа ауыр зиян екені көрсетілген. Демек, бұл сараптамалар Шерзаттың өлімі Шынасылдың ұрған соққысынан екенін нақты көрсетіп тұр. Сотта 30 жылдан аса тәжірибесі бар сарапшы Халим Назаровқа Полатқа кірген пышақ жарақаты каналының тереңдігі 12 сантиметр, ал Шынасылдан алынған пышақтың жүзі 9,5, яғни 9,5 сантиметр. Осыған орай алынған жарақат аталған пышақтан болуы мүмкін бе деген сұраққа, ол кісі адамның денесінің тересі серпімді, яғни эластичный болғандықтан аталған пышақтың жүзі толық сабының түбіне дейін кіргенін айтуға болады және пышақ қатты күшпен салынған деп жауап берді. Шынасыл өзінің алдын ала тергеу барысындағы алғашқы жауаптарында ол тек Шерзатқа пышақты сермеп қалдым деп көрсетті.
Алайда бұл шын асылдың жауаптары аталған сарапшының қорытындысымен және оның жауаптарымен толықтай жоққа шығарылады. Яғни пышақ соққысы Полатқа қасақана және оның өмірінің маңызды органы болып табылатын сол жақ өкпе тұсына тура бағытталып күш салып ұрғанын айғақтайды. Айыптың мәніне сәйкес Шынасыл қазір аса қатыгездікпен адам өлтірген үшін сот алдында тұр. Бұл ретте анықталған мән-жайға сәйкес Шынасыл Ильясовпен бірге Шерзатпен төбелесіп жатқанда Шерзаттың анасы Бишімбиева төбелеске араша түсіп, ұлымды ұрмаңдар деп бірнеше рет айқайлаған. Яғни Шынасыл дәл сол кезде Бишімбиева Полаттың анасы екенін нақты білген. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2007 жылғы 11 мамырдағы адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау туралы номер 1 нормативтік қаулысының 10 тармағына сәйкес аса қатыгездік, сондай-ақ адам өлтіру жәбірленушінің жақын адамдарының көз алдында жасалғанда болуы мүмкін делінген. Адам өлтіруді жәбірленушіге жақын адамдардың көз алдында аса қатыгездікпен жасау белгісі бойынша саралағанда, ол адам өлтірген кезде аталған адамдардың болу фактісін ғана емес, кінәлінің қылмыстық құқық бұзушылықты олардың көз алдында жасайтын білгенін және оларға рухани жан азабы мен күйзелісін татқызу ниеті болған анықтау қажет. Яғни Шынасыл Бишімбиева Шерзаттың анасы екенін біле тұра және қасында болғанына қарамастан аса қатыгездікпен Шерзатты өлімге ұшыратқан. Құрметті сот, сотқа қатысушылар, біз сіздермен соттағы Шынасылдың жауаптарын толық тыңдадық. Ол сотқа дейінгі Шерзатқа пышақпен соққы келтірген туралы берген жауаптарын қолдамай, оның барлығын қысым үстінде шаршап тұрып бердім, немесе ойдан шығардым деген көрсетті. Әрине, өз кінәсін мойындамау бұл әрбір сотталушының өзінің өзі ақтап шығуға бағытталған дәстүрлі ұстанымды деп білу керек. Бұл ретте назарыңызды аударатын жайт, алдыңғы сот отырыстарында Шынасыл неге Шерзатқа пышақты сұқтым деп жауап бердіңіз деген менің сұрағыма, Қонаев қаласына конвоймен оларды апара жатқан кезде Белгожаевпен ақылдасып, кінәні өзіме аламын деп шештім деген. Алайда сот отырысында еркін жауап берген сотталушы Белгожаев ондай айғақ бермеген. Дәл осылай, Шынасылдың айтуы бойынша сол конвойда Тоқтабаев Азамат, Сакиев, Белгожаевты бірге келісіп алғандарын айтқан. Алайда Сакиев пен Тоқтабаев Азамат та оны өз жауаптарында көрсеткен жоқ. Керісінше, сотталушы Сакиев конвойдың автокөлігінде Шынасыл өзінде пышақ болғанын, сол пышақпен Шерзатты пышақтап жіберген көрсеткен. Сондай-ақ Сакиев 11-10-2024 жылы қорғаушының қатысуымен алдын ала тергеу барысында берген жауабында да Шынасыл Қонаев қаласына конвоймен бара жатқанда Тоқтабаев Азаматқа, Белгожаевқа және Сакиевке мен мойындаймын, пышақты мен тығып алдым деп айтты деп жауап берген. Бұл мән-жайды ешбір сотталушы жоққа шығарған жоқ. Оның үстіне қандай адам өз мойнына осындай ауыр қылмысты жасамаса алады деген орынды сұрақ туындайды. Қазіргі таңда Шынасыл сотты және бізді шатастыру мақсатында және қылмыстық жауапкершіліктен жалтару үшін осындай әртүрлі жалған жауаптарды беріп отыр. Бұдан бөлек, айта кету керек, барлық тергеу әрекеттері оның қорғаушылары Қабылов пен қазіргі таңдағы қорғаушысы Абеновтың қатысуымен жүргізілген. Сондай-ақ видеожазбаға түсірілген және жауаптарды алу барысында қандай да бір заң талаптары бұзылмаған. Құрметті сот, айтып өткендерді ескере отырып, сотталушының кінәсін мойындамай, жауаптарын өзгерткен тұсына сын көзбен қарау қажет, себебі олар тұрақсыз және іс құжаттарына қайшы келеді. Төрағалық етуші сот отырысында осы сот отырыста жәбірленушілердің өкілдері тарапынан басқа сотталушылардың әрекеттерін топ құрамында адам өлтіру бабы бойынша қайта саралау жөнінде өтініш білдірді. Бұл айыптау көлемінде тікелей қатысы болғандықтан біз өз ұстанымызды сот жарысөзінде білдіреміз дедік. Біріншіден айтқым келетіні, сот бұл ақиқат пен әділеттілік орны. Әрбір өтініш адам тағдырына кері әсерін тигізуі мүмкін. Процесс қоғамда кеңінен талқыланып, тікелей эфирде көрсетілуін ескеріп, әрбір өтініш шынайы заңдық негізде болуы тиіс деп ойлаймын. Кейбір жекелеген адамдардың негізсіз мәлімдемелер арқылы процесті ток-шоуға айналдыру әрекеттері бұл орынсыз болып көрінеді. Сот отырысында біз жан түршігерлік, эмоционалды тұрғыда қоғамға да қатты әсер еткен бейнежазбаны көрдік. Анасының қой өлтіресіңдер деп жан айқай шығып жатқан дауысы, скорая деп айқай салып жатқан Шерзаттың ағасының дауысы әрине менің де көңіліме қатты тиді. Маған адами сезімдер ең алдымен қыз бала болғандықтан жат емес.
Бірақ мемлекет мүддесін білдірген соң, біз айыптаушы ретінде ешқандай эмоцияның етегінде кетпей, тыңғылықты тек заңға бағынуымыз керек. Ешқандай сыртқы факторлар бізге әділ шешім қабылдауға әсерін тигізуге керек емес. Бұл жағдайда тіпті қылмыс жасаған адам болса да, оның конституциялық құқықтары мен заңды кепілдікке берілген мүдделері сақталуы керек. Сондықтан мемлекеттік айыптаушы ретінде мен әділеттілік пен заң үстемдігін қамтамасыз етуге міндеттімін. Әркім тек өзі жасаған қылмысы үшін ғана жауап беруі тиіс. Ал біздің басты міндеттеріміз сол ақиқатты анықтау. Бұл ретте соттың назарын нақты дәлелдерге аудару үшін және қоғамды адастырмау үшін келесі мән-жайларға тоқталып кеткім келеді. Жоғарғы соттың адамның өмірі мен денсаулығына қарсы құқық бұзушылықтарды саралау туралы нормативтік қаулысының 1-ші тармағына сай, адам өлтіру бойынша әрекетті дұрыс саралау үшін кінә нысанын ниетінің түрін, қылмысты жасаудың мәні мен мақсатын, тәсілін, жағдайы мен сатысын, келтірілген зардаптардың ауырлығын анықтау қажет. Осы нормативтік қаулының 2-ші тармағында қылмысты бірнеше адам жасаған кезде олардың арасында алдын ала сөз байласу болған-болмаған, рөлдері бөлінген-бөлінбегенін, олардың әрқайсының қандай әрекеттер жасағаны анықталу керек. Аталып өткен сот медициналық сараптаманың қорытындысына сай, Шерзаттың өлімі пышақпен сол жақ өкпесін зақымдаған жарақаттан, яғни осы жарақаттың салдарынан көп қан жоғалтудан болған. Сотта Шерзаттың кеудесіне пышақпен соққы жасаған Шынасыл екеніне толықтай дәлелдемелер көрсетілді. Яғни Шынасыл абзалмен Шерзатқа пышақпен келтірілген бір жарақат өлімімен тікелей себептік байланыста болған. Айтып өткендей, оны сотта келіп жауап берген екі сарапшы да көрсетті. Оның біреусі тәжірибесіз тәуелсіз. Енді бұл мәселеде Аскентайдың, Тоқтабаев, Азамат пен Нұрболдың, Белгожаевтың, Қалиахметтің және Ильясовтың қандай әрекеттер жасағанын қарасақ. Сіздер барлықтарыңыз сот процесін ел болып көрдіңіздер, кімнің қандай жауап бергенін тыңдадыңыздар. Белгожаевқа қатысты. Белгожаев жәбірленуші Шерзат жарақат алған жерде соңының басынан аяқпен соққы жасап, өзімен алып келген жиналмалы бәкінің сабымен басынан соққылар жасаған. Сабымен, жүзімен емес. Бұл тұрғыда Белгожаевтың Шерзатты өлтіру үшін бәкінің жүзімен сұғып алатын мүмкіндігі болған, бірақ соққылар пышақтың сабымен болған. Осыған сәйкес айыптау көлемі және жиналған айғақтарға сәйкес Белгожаевтың әрекеті пышақты қолданумен бұзақылық ретінде сараланған. Ильясовқа келетін болсақ, Ильясов сол жерде жатқан аңшы мылтықтың сабымен, яғни прикладымен Шерзаттың басынан бір мәрте соққы жасайын деген. Алайда аталған соққысы Бишімбиеваның оң жақ қолына тиген. Қалған мылтықтың сабымен келтірілген соққы Гайпаевқа келген. Ол соққылар жеңіл дене жарақаты ретінде анықталған. Оқиға орнында мылтықтан оқ атылғаны бәрімізге белгілі болды. Сараптамаға сәйкес мылтықты алған сәтте мылтық оқтаулы болған. Бұл жерде Ильясовтың Шерзатты өлтіруге бағытталған соққылары немесе мылтықпен оқ атуға әрекеттер жасауы іс бойынша анықталмаған. Осы ретте Ильясовтың әрекеті пышақ пен мылтықты қолданумен бұзақылық ретінде сараланған. Аскентай, Тоқтабаевтар, Қалиахмет, Сакиевке қатысты болсақ, Сакиевке Гайпаевты өлтіруге оқталған үшін айып тағылған. Оны мен кешірек нақты айтып өтемін. Біз қараған видеодан атап өткен тұлғалар бірге қолдарымен және аяқтарымен жерде жатқан Шерзатты және Гайпаевты ұрып соққанын көрдік. Ол бойынша дәлелдерге де кешірек қосымша тоқталамын. Бірақ қазір айтайын дегенім, бұл соққылар сот медициналық сараптаманың қорытындысына сәйкес Шерзаттың денсаулығының бұзылуына әкелмеген, зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланған және Шерзаттың өлімімен тікелей себепті байланысты емес. Бұл жағдайда Шерзаттың өлімі Шынасылдың пышағымен келтірген бір ғана соққының салдары екенін сараптама бөліп көрсетіп отыр. Сондай-ақ жәбірленушіге көмек көрсетуге кедергі жасау салдарынан қанның көп кетуі мәселесі де ескерілді. Атап айтқанда, Шерзатқа пышақпен соққы сағат 00:42 минутта сол жақ кеудесіне пышақ салынған. Әрі қарай 30 минут өткен соң, яғни сағат 00:45-те бұзақылық ниетпен Белгожаев, Ильясов, Аскентай, Тоқтабаевтар, Сакиев, Қалиахмет, Шерзатты және Гайпаевты соққыға жыққан.
Осыдан кейін олар бірден оқиға орнынан бой тасалаған. Яғни, Шынасылдың пышақпен ұрған соққысынан соң, соттаушылар шамамен 3-4 минуттан соң ізін суытқан. Медкартаның жазбаларынан Шерзат ауруханаға сағат 01:00-де түскен. Содан оған 01:30-ға дейін, яғни жарты сағат бойы дәрігерлермен реанимациялық шаралар жасалған. Жоғарғы соттың адамның өмірі мен денсаулығына қарсы құқық бұзушылықтарды саралау туралы нормативтік қаулысының 4-ші тармағына сәйкес, адамның өмірі мен денсаулығына қарсы аяқталған қылмыс тікелей де жанама қасақанықтықпен де жасалуы мүмкін. Ал оларды жасауға оқталғандық субъективтік жағынан тек тікелей қасақаналық болып сипатталады. Осы себептен де аталған тұлғаларға қатысты қаруды қолданумен бұзақылық айыбы тағылған. Қылмыстық процестік кодексінің 19-шы бабының 3-ші бөлігіне сәйкес, сотталушының кінәсіне сейілмеген күмән олардың пайдасына шешіледі делінген. Бұл дегеніміз айып жорамалдарға немесе болжамдарға негізделмеу керек. Қандай ауыр, қандай эмоционалды іс болмасын, мен мемлекеттік айыптаушы ретінде тек заң аясында әрекет етуге міндеттімін. Бұл әділетті сот төрелігінің басты талабы. Осыған орай, жәбірленушілердің өкілдерінің басқа сотталушыларға Шерзатты өлтіру бойынша айып тағу туралы өтініш хаттарын қолдауға объективтік мүмкіндіктер болмады деп ұстам білдіреміз. Құрметті сот, іс құжаттармен анықталғандай, сотталушылар Аскентай, Тоқтабаев Нұрбол, Қалиахмет, Тоқтабаев Азамат, Шынасыл, Ильясов, Белгожаев және Сакиев адамдар тобы болып алдын ала сөз байласу арқылы қоғамдық орында пышақтарды және денсаулыққа зиян келтіру үшін арнайы лайықталған басқа да заттарды қолдана отырып, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзғандары. Ең алдымен жәбірленушілер Нұрымовтың, Бишімбиеваның, марқұм болған Гайпаевтың және Кадированың, Махметтің іс бойынша сұралған куәлардың жауаптарымен және іс бойынша басқа да айғақтармен толығымен расталады. Енді оларға толығырақ тоқталсақ, Шынасыл сот отырысында нақты анықталғандай, жанжалдың басы Шынасылдың Махмет Ахметке соққы жасауымен бастамалған. Бұдан бөлек Шынасыл Кадироваға күш көрсетіп, марқұм Шерзатқа соққылар жасап, Гайпаевтың өміріне қастандық жасаған. Сот жарияланған жәбірленуші Махмет Ахметтің, куәлар Майтұрсынов және Махмет Алдиярдың жауаптарына сәйкес, ең бірінші болып Шынасыл Абзал ешбір себепсіз Махмет Ахметтің бет тұсынан ұрып жіберген айтқан. Махмет Ахметке адамды тану үшін ұсынған кезде бірден Шынасыл Абзалды танып және олардың арасында жүргізген беттестіруде ең бірінші Шынасыл оны ұрған туралы нақты көрсеткен. Жәбірленуші Нұрымов сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде Шынасыл мен Ильясов оның анасы Кадированы дүкеннің алдында итеріп құлатқанын көрсеткен. Атап айтқанда, Нұрымов пен Ильясов арасында жүргізілген беттестіру барысында Нұрымов Шынасыл мен Ильясов менің анамды итеріп құлатты деген. Бұл жауабын Нұрымов сот отырысында қолдап, сотталушыларды нақты көрсетті. Жәбірленуші Бишімбиева өзінің жауаптарында төбелес барысында Шынасыл мен Тоқтабаев Нұрбол екеуі бірге екі жақтан оның екі білегінен ұстап, күш көрсетіп, төбелес болып жатқан жерге жібермей қойғанын, сондай-ақ дүкеннің артында Полат пен Гайпаевты топ балаларымен бірге жабылып ұрды деп көрсетті. Аталған жауаптарын Бишімбиева сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде жауаптарында және беттестіру барысында нақты айтты. Сондай-ақ сот отырысында осы жауаптарын қолдаған. Бишімбиеваның бұл жауаптары біркелкі, тұрақты және оған қатысты жүргізілген 11-10-2024 жылғы номер 206 сот медициналық сараптаманың қорытындысымен сәйкес келеді. Сараптамамен Бишімбиеваның екі білегінің аймағында көгерулер түріндегі дене жарақаттары анықталған. Атап өткен дүкен алдындағы бейне жазбаларда Шынасылдың болуы осы айғақтарды жоққа шығармайды. Бұдан бөлек, іс материалдарымен және куәлардың сотталушының берген жауаптарымен Шынасылдың Гайпаевты өлтіруге оқталғаны нақты дәлелденген. Сот отырысында Шынасыл Гайпаевқа пышақпен соққы жасағанын жоққа шығармай, оған ыза болғаннан кейін жасадым деп көрсеткен. Бұл мән-жай куә Нұрбекованың сотқа дейінгі және сот отырысында берген жауаптарымен бекімін табады. Атап көрсетсек, сотқа дейінгі тергеп тексеру барысындағы 05-10-2024 жылғы берген жауабында Шынасылдың жерде жатқан баланың артынан қолында пышағымен арқа жағынан ұрып жатқанын көрдім деген. Бұл жауабын куә Нұрбекова сотта ішінара қолдады.
Сот отырысындағы Шынасылдың бұл жөнінде берген жауаптарына тағы да сын көзбен қарауыңызды сұраймын, құрметті сот. Бишимбиева сотқа дейінгі берген жауаптарында, яғни 15-11-2024 жылғы және сотта да Шынасылдың Гайпаевқа пышақпен соққы жасап жатқанын нақты көргенін айтты. Оның жауаптары тұрақты. Сонымен қоса Гайпаев өз жауаптарында Абзал мен Сакиев пышақпен соққылар жасаған нақты көрсеткен. Атап өткен жауаптар Гайпаевқа қатысты жүргізілген сот медициналық сараптаманың қорытындысымен бекітіледі. Яғни 11-10-2024 жылғы номер 447 сараптаманың қорытындысына сәйкес Гайпаевта жабық бас ми жарақаты, бас мидың шайқалуы, бас маңдай бөлігінде жұмсақ тіндердің көгеруі және сызат басын желке бөлігінің қан талауы, кеуде мүшелерінің жабық жарақаты, екі шынтақ буындағы жұмсақ тіндердің көгеруі, оң жақтағы бөксе аймақта бірнеше сұғылған кесілген жара, оң жақ тізе буынның жұмсақ тіндерінің көгеруі, тікелей тексеру кезінде оң бөксе аймағында сұғылған жаралар, бет, жоғарғы және аяқтардағы көгерулер мен сызаттар түріндегі дене жарақаттары анықталды. Бұл ретте құрметті сот Шынасылдың кінәсін мойындамай, бізді адастыру үшін беріп отырған жауаптарына да сын көзбен қарауыңызды сұраймын. Сотталушы Сакиевке келетін болсақ, ол сот отырысында төбелеске қатысқан жоққа шығармады, бірақ Гайпаевқа Шынасылмен бірге пышақ сұғып, оны өлтіруге оқталғанын мойындаған жоқ. Дегенмен, Сакиев пен Шынасылдың Гайпаевты өлтіруге оқталғандығы Сакиевтің бұзақылық әрекеттері келесідей дәлелдермен бекімін табады. Атап айтқанда, Нұрымовтың тергеу және сотта берген жауаптарына сәйкес, Сакиев төбелес кезінде оған бөтелке лақтырғанын және Гайпаевты пышақтағанын нақты көрсеткен. Аталған Нұрымовтың жауаптары дүкеннің камерасына түскен бейнежазбамен расталады. Ол жерде Сакиев жерде бөтелкені алып, төбелес болып жатқан жерге бағытталғаны нақты көрінеді. Оның үстіне сотталушы Сакиевтің өзі де бөтелке лақтырғанын жоққа шығармады. Бұдан бөлек, жәбірленуші Гайпаевтың жауаптарына сәйкес, Сакиев төбелес басталған сәтте оны бетінен ұрғанын және дүкеннің артында төбелес жалғасқан кезде Сакиев оны пышақпен ұрғанын көрсеткен. Нақты айтқанда 26-10-2024 жылғы Гайпаев пен Сакиев арасындағы беттестіру кезінде Гайпаев мен Шерзатты қорғап жатқан кезде Сакиевтің қолында пышақ болды. Ол пышақпен өзіне оң жақ жамбасына 2 соққы жасаған деп көрсеткен. Сондай-ақ, Гайпаев мылтықпен басына соққы тиген соң талып қалдым деп айтқан. Құрметті сот, Гайпаевтың бұл жауаптары тұрақты, тіпті беттестіру хаттамасында түпкілікті Сакиевті нақты көрсетті. Оның жауаптарына күмән келтіруге негіз жоқ, себебі жауаптары басқа іс құжаттарымен бекімін табады. Соның ішінде жәбірленуші Бишимбиева жауаптарына сәйкес, Гайпаев және жерде Шерзатты қорғап отырғанда Сакиев өзінің сыбайластарымен бірге оларды тепкіге жығып, ұрып жатқан туралы айғақтар берген. Бұл жауаптарға толығырақ тоқталсам, Бишимбиеваның 23-12-2024 жылғы жауабына сәйкес, тергеушінің Гайпаевқа пышақпен кім соққы жасады деген нақты сұрағына былай деген. Шерзат пен Нұрғанатты бәрі жабылып ұрып жатқан кезде, мен Шерзатты қорғап ұстап тұрдым. Нұрғанаттың жамбас тұсына пышақпен дене жарақатын келтірген Сакиев пен Шынасылды көрдім деген. Аталған Бишимбиеваның жауабы Сакиевпен жүргізілген беттестіру хаттамасында бекімін табады. Сот отырысында жауап алынған Бишимбиева аталған оқиғаны толық қолдап, оқиғаның мән-жайын нақты айтып берді. Сот отырысында біз оқиғаның өрбіген кезіндегі бейне бақылауды көрдік, яғни онда Шерзат пен Гайпаевты соққыға жығып жатқан топтың арасында Сакиевтің белсенді болып жүргені және Гайпаевқа соққы жасаған анық көрінеді. Жоғарыдағы көрсетілген нормативтік қаулының 5-ші тармағына сәйкес, кінәлінің ниеті 2 және одан көп адам өлтіруге бағытталған кезде, қылмыстық ниеттің нәтижесі бірнеше адамның өлімі қылмыс субъектісінің еркіне байланысты емес жағдайлар бойынша туындамаса, бір адамды өлтіру және басқа адамды өлтіруге оқталғандық жасау 2 адамды өлтірген аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық ретінде қаралуы мүмкін емес. Мұндай жағдайларда аяқталмаған адам өлтіру бойынша кінәлінің әрекеті қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 3-ші және 99-ші бабы 2-ші бөлігінің 1-ші тармағы бойынша саралануға жатады деп көрсетілген. Бұл ретте құрметті сот Сакиевтің сот отырысында кінәсін мойындамай оқиғаның мән-жайын бұрмалап берген жауаптарына да сын көзбен қарауыңызды сұраймын. Сотталушы Ильясовқа қатысты. Сот отырысында Ильясов өз кінәсін мойындамай тағылған айыппен келіскен жоқ.
Дегенмен, оның қылмыс жасаудағы әрекеттері келесідей дәлелдермен нақтылады. Гайыпбаевтың сотқа дейінгі тергеу барысында берген жауаптарына сәйкес, Ильясов дүкен қасында оған пышақ сермеген бірнеше рет көрсеткен. Жоғарыда атап өткендей, жәбірленуші Нұрымов Ильясов пен шынасыл оның анасы Кадирова Жұмабикені итеріп құлатқанын айтқан. Ол бұл жауабын сотта тағы да айтып бекітті. Бұдан бөлек Ильясовқа қатысты Нұрымов сотқа дейінгі тергеуде 16 қараша 2024 жылғы жауабында келесідей айғақ берді. Ұлымды Нұрқияс деген мылтықпен ұрып жатыр екен. Сол кезде жігіттер тоқтатыңдар төбелесі деп айқайладым. Сонымен Нұрғанат араша түсті. Оны да мылтықпен ұрған. Осы жауаптар Нұрымов сотта қолдады. Бишімбиева болса, сотталушы Ильясовтың төбелес барысында оның қолында пышақ көргенін, сонымен қатар ол мылтықтың сабымен Гайыпбаев пен Полатты ұрғанын, алайда ол соққы оның қолына тигенін айтқан. Өз кезегінде Ильясов Гайыпбаев Нұрғанатты мылтықтың сабымен ұрғанын сотта жоққа шығармады. Бұл ретте Ильясовтың кінәсін мойындамау туралы айғақтарына соның ішінде пышақ болмағаны, Кадированың итеріп құлатпағаны және топтық төбелеске қатысып Гайыпбаевқа пышақ сермеген жоқпын деген айғақтарына да сын көзбен қарау қажет. Сотталушы Тоқтабаев Азаматқа қатысты. Тоқтабаев Азамат сот отырысында өз кінәсін толық мойындамай, оқиға орнында болғанын, бірақ төбелеске қатыспағанын және ұрлық жасауға ойы болмағанын көрсетті. Алайда оның бұл жауаптары келесідей дәлелдермен жоққа шығарылады. Тоқтабаев Азамат топтық төбелеске қатысып, Гайыпбаевқа пышақ сермеп, Нұрымовты таспен ұрған. Атап айтқанда, жәбірленуші Гайыпбаев Тоқтабаев Азаматпен жүргізген беттестіру кезінде Тоқтабаев Азамат пышақты 2 мәрте оған қарай сермеп, күртешесіне зақым келтіргенін айтқан. Содан кейін ол топтағы басқа адамдармен бірге оны және Шерзатты ұрғанын көрсеткен. Ал жәбірленуші Бишімбиева Тоқтабаев Азамат оның күйеуі Нұрымовты таспен ұрып құлатқанын, кейін төбелес өршіп кеткенде қолында пышақ ұстап жүргенін, сондай-ақ дүкен алдында Полат Шерзатты ұрған адамдардың арасында болғанын көрсеткен. Бишімбиева Гүлбараның бұл жауаптары тұрақты және іс құжаттармен сәйкес келеді, яғни 11 қазан 2024 жылғы номер 207 сараптаманың қорытындысына сәйкес Нұрымовтың сол жақ жауырын асты аймақта сызат түрінде дене жарақаттары бар екендігі анықталған. Дүкен алдындағы бейне жазбаға сәйкес Тоқтабаевтың балалардың арасында еркін жүруі, олармен араласуы, төбелесті тоқтатуға әрекет жасамағаны, немесе жедел жәрдем полицияға хабарласпағаны оның жай ғана қарап тұрдым деген айғақтарына қисынсыз келеді. Тоқтабаевтың Samsung A51 маркалы Гайыпбаев Нұрғанатқа тиісті ұялы телефон жасырын ұрлағаны жөніндегі кінәсі іс құжаттарымен толықтай өзінің дәлелін тапқан. Төбелес барысында Тоқтабаев Азамат телефон Гайыпбаевтың қалтасынан түсіп қалған нақты көрген және пайдакүнемдік ниетпен оны жасырын ұрлап кеткен. Осыған дәлел ретінде аталған телефон Мерседес автокөлігінен алу хаттамасы арқылы алынған. Оған тексеру жүргізу барысында Гайыпбаевқа тиесілі екені анықталған. Сондай-ақ Toyota Prado автокөлігінен алынған бейне тіркеуіштегі жазылымға сәйкес Ильясов ол телефонды Тоқтабаев Азамат ұрлап кетті деп шынасылға әңгіме барысында айтқан. Аталған мәжайлардың негізінде, құрметті сот, Тоқтабаев Азаматтың кінәсін мойындамау туралы айғақтарына да сын көзбен қарау қажет деп ойлаймын. Сотталушы Тоқтабаев Нұрболға қатысты. Тоқтабаев Нұрбол сот отырысында өзінің кінәсін ішінара мойындап, төбелеске қатысқан жоққа шығармай, тек Гайыпбаевты 2-3 рет тепкені туралы айтқан. Бірақ оның кінәсі келесі айғақтармен дәлелденіп жоққа шығарылады. Гайыпбаевтың алдын ала тергеу кезінде берген жауаптарына сәйкес Тоқтабаев Нұрболдың жеңінен пышақ көрген және дүкеннің артына барып төбелес жалғасқанда ол оны тепкілегенін көрсетті. Сонымен қатар Бишімбиеваның жауаптарына сәйкес Тоқтабаев Нұрбол шынасылмен бірге екі жақтан оның екі білегін ұстап, күш көрсетіп төбелес болып жатқан жерге жібермей қойғанын айтып, кейін Гайыпбаев пен Полатқа топтағы басқа адамдармен бірге қосылып, соққылар жасағанын көрсеткен. Жәбірленуші Бишімбиеваның бұл жауаптары да біркелкі, тұрақты және оған қатысты жүргізілген сот медициналық сараптаманың қорытындысымен сәйкес. Атап айтқанда, 11 қазан 2024 жылғы номер 206 сараптаманың қорытындысы оның екі білегінің аймағында көгерулер түріндегі дене жарақаттары бар екендігін көрсеткен. Дүкен алдындағы бейнежазбаға сәйкес Тоқтабаев Нұрбол жанжал басталмай тұрып, дүкенге Аскентайдың шақыруы бойынша келген. Оның үстіне дүкеннен бірінші рет қайтқан кезде мән жайды білу үшін қайта оралуға өзі себепші болған.
Дәл осы Тоқтабаев Нұрбол дүкенге келген кезде достарына хабарласып, оларды дүкенге шақырған. Бұның барлығы бейне жазбада анық көрінеді. Құрметті сот, егер де ол қалған соттаушыларды шақырмағанда, мүмкін бұл оқиға тіпті орын алмайтын еді. Соттаушы Қалиахмет сот отырысында өз кінәсін толық мойындамай, оқиға орында болғанын, бірақ төбелеске қатыспаған көрсетті. Алайда оның сол төбелеске қатысқан жөнінде келесідей дәлелдемелер бар. Жәбірленуші Нұрымов өз жауаптарында Қалиахмет Hyundai автокөлігінен шығып, төбелестің ортасына барған. Ал жәбірленуші Гайпаев төбелес барысында Қалиахмет оған қатысты бірнеше соққылар жасап, күшін көрсеткенін айтқан. Осымен бірге Бишімбиева өз жауаптарында топ адамдар Гайпаев пен Полатты ұрып жатқан кезде Қалиахмет Дидар солардың арасында болғанын айтқан. Аталған Бишімбиеваның жауаптары Қамажай дүкенінен алынған бейнежазбамен расталады. Атап айтқанда, жанжал басталған кезде Қалиахмет өзінің басындағы капюшонын шешіп, алдын ала төбелеске дайындалып, төбелестің қақ ортасына барғанын көрінеді. Осы жерде ескеру қажет. Қалиахметте төбелеске тіпті қатыспауға толық мүмкіндігі болған, яғни ол кетіп бара жатқан автокөліктен өзі түсіп, төбелес болып жатқан жерге қайта келген. Сонымен қатар, Қалиахметтің сотта берген жауаптарына, егер де төбелеске қатыспасаң, онда неге араша түспедің, полицияға немесе жедел жәрдемге хабарлап айтпадың деген сұраққа ол қорықтым деп жауап берді. Алайда, құрметті сот, Қалиахметтің бұл жауаптарына сын көзбен қарау қажет. Себебі оның соттағы жауаптарына сәйкес ол Шынасылды, Ильясовты және Сакиевтерді бұрыннан бала кезінен танитынын, олармен қарым-қатынастар жақсы болған көрсеткен. Осы жерде орынды сұрақ туады. Егер де Қалиахмет төбелеске қатыспаса, мейлі полицияға хабарлауға қорықса, өз айтқандай, онда неге ол тым болмағанда өзінің бұрынғы таныстарын Шынасылды, Ильясовты және Сакиевтерді төбелестен ажыратпады? Неге оларға бір қойындар деп айтпаған? Бұл мән-жайлар Қалиахмет сотта берген жауаптарын, яғни ол төбелеске мүлдем қатыспады деген уәждерін толығымен жоққа шығарады. Сотталушы Белгожаев сот отырысында төбелеске қатысқанын жоққа шығармай, бірақ Шерзаттың басынан пышақтың сабымен ұрмағанын, оның тек жұдырықпен басынан ұрғаны және тепкенін көрсетті. Алайда Белгожаевтың бұл жауаптары негізсіз және іс құжаттарға қарама-қайшы болып келеді. Атап айтқанда, алдын ала тергеу барысында Белгожаевтың жауаптарында ол Шерзаттың басынан пышақтың сабымен бірнеше рет ұрғанын көрсеткен. Бұдан бөлек Гайпаев өзінің жауаптарында Белгожаевтың қолынан пышақ көргенін, сонымен қоса Полат Шерзатты ұстап отырғанда соңғының басынан пышақтың сабымен ұрғанын және тепкенін көрсеткен. Нұрымов Қаржаубай өз кезегінде Белгожаев қалтасынан жиналмалы бәкі шығарып, дүкеннің есігін теуіп, оның шығуына кедергі келтіргенін айтқан. Аталған мән-жай Қамажай дүкенінен алынған бейнежазбамен расталады. Яғни ол жерде анық көрініп тұр. Белгожаев пышақпен қаруланып, Нұрымовқа қарай шабуыл жасап, есікті тебеді. Ары қарай Аскентай сот отырысында өзінің кінәсін толық мойындамай, төбелеске қатыспағанын, ешкімді ұрмағанын көрсетті. Оның кінәсі келесідей дәлелденеді. Атап айтқанда, жәбірленуші Бишімбиеваның жауаптарына сәйкес Аскентай дүкен алдында төбелес басталғанда, оның қолында пышақ болған және оны сермеп Гайпаевқа жабылып бірінші соққы жасаған айтқан. Ал Аскентай мен Гайпаевтың арасында беттестіру жүргізу барысында соңғысы оның артынан келіп ұрғанын, Аскентайдың қолында тас болғанын көрсетті. Одан бөлек, жалпы жанжал Аскентайдың Тоқтабаевқа қоңырау шалып, жәбірленушілер Нұрымов, Гайпаевтың Шерзаттың соққысы үшін кешірім сұрағандарына қарамастан, оның артық қанды төбелеске ұласатын біле тұра, Тоқтабаевқа қоңырау шалып, араңдату әрекетін жасады. Бұл жағдайда, құрметті сот, Аскентайдың жауаптарына сын көзбен қарауыңызды сұраймыз. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы номер 3 нормативтік қаулысының 9 тармағына сәйкес, бұзақылық екі және одан да көп орындаушылардың қатысуымен алдын ала сөз байласпай жасалған жағдайларда топ болып жасау айқындаушы белгілері бойынша саралануы мүмкін. Бұзақылық оны жасау үшін екі немесе одан көп адамның жалпы күші біріктірілген және бірге қатысушылардың әрқайсының әрекеті басқа бірге қатысушылардың әрекет жасауы үшін қажетті шарт болып табылған және рөлдердің алдын ала бөлінуіне сәйкес барлық бірге қатысушылардың әрекетінен туындаған ортақ қылмыстық нәтижемен себепті байланыста болған жағдайларда да топ болып алдын ала сөз байласып бұзақылық жасау белгісі бойынша сараланады делінген. Мұндай жағдайларда қылмысқа екі және одан да көп орындаушылардың қатысуы міндетті емес.
басқа түрдегі бірдей қатысушылар болғанда бір орындаушы жеткілікті деп көрсетілген. Үш құжаттарына, оның ішінде видео жазылымға сәйкес, сотталушылардың барлығы да жалпы күш біріктіріп, белсенді шабуыл әрекеттерін жасап, ортақ қылмыстық нәтижемен себепті байланыста болғандары туралы нақты айтуға болады. Сотталушы Ысқақ. Құрметті сот, заңды білмеу жауаптылықтан босатпайды деген заңгерлер қауымында қанатты сөз бар. Ысқақ сот отырысында төбелеске қатыспағанын, бірақ жағдайды көліктің ішінен бақылап отырғанын жоққа шығарған жоқ. Ол төбелестің салдарынан адам қайтыс болғанын ертесіне біле тұра, ішкі істер органдарына жүгінбеген. Атап айтқанда, ол Шынасылдың адам өлтіргені туралы нақты білген. Себебі 3-7 дүкеннің алдында тұрғанда, ол соңының қол іздерін жою үшін пышақты шүберекпен сүртіп отырғанын көрген. Сондай-ақ келесі күні әлеуметтік желіде сол оқиғадан бала өлгені туралы біліп, марқұм Шерзаттың өліміне тікелей қатысы бар күдіктілер және олар қолданған қылмыс құралдар туралы ақпараттарды көріп және біле тұра құзырлы органдарға хабарламаған. Оның үстіне Ысқақ сотталушылардың жақын танысы, олардың қылмыс жасағаны туралы хабарлама оның мүддесінде болды. Құрметті сот, жалпы сотталушылардың осы қылмысты жасағандары жөнінде кінәлары алдын ала тергеу кезінде жиналған және сот отырысында объективті зерттелген дәлелдемелер жиынтығымен толықтай расталады. Атап айтқанда, сотта жауап берген куә Сейсенбайдың оқиға орнында Мерседес автокөлігінен түскен бесер екі қыз бала түсіп, сол жерде бір ер жігіт бізге себепсізден тиісіп, Махмет Ахметті сол жақ бетінен ұрып, есінен тандырып жіберген. Содан сол адамдардың біреу мені ұрған кезде, мен оның соққысын өткізіп алдым. Мен Махметтің қасына барған кезде, қара киімде иығында барсеткасы бар, сөмкесінен пышақ шығарып, бізге ұмтылған. Мен сол жерден қашып кеттім деген жауаптарында. Куәлар Абдықадыр мен Мұратовтың 04-10-2024 жылғы олар Қалиахметпен бірге Қамажай дүкеніне келген кезде, сыртында адамдар жиналып тұрғаны туралы, кейіннен дүкеннің ішінде кірген кезде сыртта төбелес басталды. Олар дүкен сыртына қайта шығып, көлікке отырып кетіп бара жатқан кезде Қалиахметтің сұрау бойынша тоқтап, ол сыртта шығып төбелес болған жерге барғаны туралы жауаптармен айқындалады. Куәлар Рузбакиев пен Қазыкеновтың оқиға болған күні Қазыкеновтың Toyota Prado автокөлігімен Қамажай дүкеніне барған кезде, сол жерде төбелес болғанын біліп, ол Ильясов Нұрқиясқа хабарласып, кейін оның сұрауы бойынша Рысқұлов ауылына барғандарын айтты. Сол жерде олар Mercedes-Benz пен Golf автокөліктерін көрген. Ол жерде 8 бала және 2 қызды көрді. Бірақ олар не туралы айтқандарын естімеген туралы айтқан. Куәлар Ашырбаев пен Тілеубекұлының 04-10-2024 жылғы өзінің таныстары Шынасыл Абзалды, оның сұрау бойынша Эйфория кафесінен Қамажай дүкеніне апарып тастағаны, барған кезде сол жерде 10 шақты адамдардың ерегесіп тұрған туралы жауаптармен, куә кәмелетке толмаған Асқарбектің 04-10-2024 жылы өзінің танысы Аскентай Дарханның сұрауы және ол жіберген номер бойынша Каспи арқылы 1000 теңге аударым жасағаны туралы жауаптармен, куәлар Жанболатұлы, Құсайынов, Мұхамедиярұлы, Рузиевтер сол күні өздерінің таныстары Қазкенов пен Рузбакиевпен бірге Қамажай дүкенінің алдына төбелес болғаны естіп, сол жерге барғаны, сол жерде адамдар қаптап жүргені және жерде 2 адам жаралы жатқанын көрген туралы жауаптармен, сонымен қатар сотта сұралған куәлар Низамеддинова, Акижанов, Амиркулова және сотта жауаптары жария етілген Уразахаева, Усольцева, Титков, Журавлева, Маратова, кәмелетке толмаған Мамедованың және басқа да куәлердің жауаптарына сәйкес, олар Қамажай дүкенінің қасындағы 5 қабатты үйде тұратынын, оқиға болған күні мылтықтың дауысын естіп, көшеде төбелес болғанын естіп, олардың тыныштықтары бұзылғандары туралы жауаптармен, оқиға болған жерді қарау хаттамасымен, айғақ заттарды алу хаттамаларымен және оларды іс құжаттарға тіркеу қаулыларымен Қамажай дүкенінен және куә кәмелетке толмаған Мамедованың iPhone 14 ұялы телефонынан алынған бейне жазбаларымен 20-12-2024 жылғы номер 21947 санды сот фототехникалық сараптаманың қорытындысымен және басқа да айғақтармен толықтай дәлелденеді. Жоғарыдағы көрсетілген мән-жайларды тұжырымдай келе, құрметті сот және әрбір дәлелдеменің
оның қатыстылығы, жол берілетіндігі, анықтығы, ал барлық жиналған дәлелдемелер өз жиынтығында қылмыстық істі шешу үшін жеткіліктілігі тұрғысынан дұрыс және негізді екенін ескере отырып, мемлекеттік айыптау тарабы сотталушылардың қылмыстық әрекеттері дұрыс сараланған деп есептелінеді. Атап айтқанда, шын асылдың бұзақылық, қоғамдық тәртіпті қоғамдық құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға қарсы күш қолданумен, алдын ала сөз байласу арқылы, адамдар тобы болып, пышақты қолданумен, сол сияқты барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен, ұштасқан аса қатыгездікпен бұзушылық іс-әрекеттер жасаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен, сондай-ақ адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату, аса қатыгездікпен, бұзақылық ниетпен, көрнеу кәмелетке толмаған адамға қатысты жасаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігі 5, 9, 14 тармақтармен және адам өлтіруге оқталу, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату, 2 немесе одан көп адамды бұзақылық ниетпен адамдар тобы болып, алайда өзіне байланысты емес мән-жайларға байланысты ақырына дейін жеткізе алмаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігі 1, 7, 9 тармақтармен. Сакиевтің бұзақылық, қоғамдық тәртіпті қоғамдық құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға қарсы күш қолданумен, алдын ала сөз байласу арқылы, адамдар тобы болып, пышақты қолданумен, сол сияқты барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен, ұштасқан аса қатыгездікпен бұзушылық іс-әрекеттермен жасаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен және адам өлтіруге оқталу, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату, 2 немесе одан көп адамды бұзақылық ниетпен адамдар тобы болып, алайда өзіне байланысты емес мән-жайларға байланысты ақырына дейін жеткізе алмаған, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігі 1, 7, 9 тармақтармен. Аскентайдың, Тоқтабаев Нұрболдың, Калахметтің, Тоқтабаев Азаматтың, Ильясовтың және Белгужаевтың қылмыстық әрекеттері, яғни бұзақылық, қоғамдық тәртіпті қоғамдық құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға қарсы күш қолданумен, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы болып, пышақты қолданумен, сол сияқты барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзушылық іс-әрекеттер жасаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен, яғни Қазақстан Республикасының 293 бабы 3 бөлігімен және Тоқтабаев Азаматтың бөтеннің мүлкін жасырын ұрлау, яғни Қылмыстық кодексінің 188 бабының 1 бөлігімен және кәмелет жасқа толмаған ысқақтың жасалғаны анық, аса ауыр қылмыс туралы хабарламау, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 434 бабымен де дұрыс сараланған деп есептеймін. Сонымен қатар, құрметті сот, біз бұл процесте ақ пен қараны айыру, шындықты қалпына келтіру, әділетті орнату мақсатында жиналдық. Алайда шындыққа жету жолында сотта әдейі адастыруға тырысатын тұлғалар бар екенін көріп отырмыз. Атап айтқанда, сот отырысында Нұрбекова Эльмира мен Жақсыгелді Дана қылмыс жасаған сәтте оқиға орнында болғандарын растағанымен, өздерін шоктық жағдайда болғандарын, кейбір жағдайларды көрмегендерін, құқық қорғау органдарына хабарлауға мүмкіндіктері болмағанын, себебі қорқыныш күйде болғанын айтты. Олар өз сөздерінде қалта телефондары сөмкеде, ал сөмкелері автокөлікте болғандарын айтқан. Алайда, тергеу барысында алынған нақты деректер мен бейнематериалдар бұл мәлімдемелерді толығымен теріске шығарады. Біз зерделеген Toyota Prado автокөлігінен алынған бейнежазбаға сәйкес, оқиғадан кейін олар өздерін еркін, дөрекі және ең бастысы болған қырғын оқиғаға қарамастан ешбір уайымсыз сотталушылармен бірге көңілді отырғандары байқалады. Бұл олардың шок жағдайда болмағандарын, керісінше жағдайды саналы түрде бақылап, тіпті қасақана үнсіздік танытқандарын айғақтайды. Ал сол Toyota Prado автокөлігінен алынған бейнежазбаға сәйкес автокөліктің жүргізушісі Қазыкенов және Рузбакиев оқиға болғаннан кейін сотталушылармен кездесіп, мән-жайды толыққанды білген. Сондай-ақ аталған бейнежазбада Шынасылдың аталған екі куәға ауыздарыңнан ештеңе шығып кетіп жүрмесін, ештеңе көрмедіңдер деген сөздері де дәлел. Алайда сот барысында аталған куәлар автокөлікте осы болған оқиғаны айтпай, жасырып, яғни жалған жауаптарды берген. Куә ол тек шындықты айтуы тиіс. Куә
әділеттің көзі болуы тиіс. Сот алдында жалған куәлік беру немесе маңызды ақпаратты жасыру бұл заңдық жауапкершілікке алып келетін әрекет. Аталған мән-жайлар тиісті тексеруді жүргізу және процессуалды шешім қабылдауды талап етеді. Сондықтан осы фактілерді тексеру үшін Алматы облысы полиция департаментінің адресіне жеке қаулы шығаруды қажет деп санаймыз. Құрметті сот, қылмыстық кодекстің 52 бабы 3 тармағы және 39 бабы 2 бөлігіне сәйкес сотталушылардың жеке бастарына тоқталғым келеді. Атап айтқанда, Тоқтабаев Азамат бұрын 3 рет ауыр санаттағы қылмыстар жасаған үшін сотты болған. 16.02.2018 жылы қылмыстық кодексінің 106 бабы 1 бөлігімен, 18.11.2022 жылы 190 бабы 2 бөлігі 1 тармағымен және 17 қазан 2024 жылы қылмыстық кодекстің 106 бабы 2 бөлігі 7 тармағымен. Ильяс пен Сакиев екеуі бір қылмыстық іс бойынша 09.03.2021 жылы қылмыстық кодекстің 293 бабы 1 бөлігі 2 бөлігі 1 тармағымен, яғни адамдар тобы болып бұзақылық жасаған үшін қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігі 5 тармағымен, яғни бұзақылық ниетпен денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру және қылмыстық кодекстің 380 бабы 1 бөлігімен билік өкіліне қатысты күш көрсету үшін сотты болған. Сонымен қатар Ильясов 04.04.2024 жылы қылмыстық кодекстің 293 бабы 2 бөлігі 1-3 тармақтарымен, яғни адамдар тобы болып бұзақылық, яғни қылмыстық кодексінің 107 бабы 2 бөлігі 5 тармағымен, яғни бұзақылық ниетпен денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтірген үшін сотты болған. Құрметті сот, өзіңіз көріп отырғандай, Тоқтабаев Азамат, Сакиев Равиль және Ильясов Нұрқияс бұрын бірнеше рет жеке адамға және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар үшін бірнеше рет сотты болған. Олар бұрынғы соттылықтарынан қандай бір сабақ алмай, дұрыс жолға түспей, қайта осындай тектес қылмыстарды жасап, қазір біздің алдымызда сотталушылар орында отыр. Осымен қатар, жаза тағайындаған кезде қылмыстық кодексінің 53 және 54 баптардың талаптарына сай сотталушылардың жауаптылықпен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларын ескеруіңізді сұраймын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 53 бабымен көзделген қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдететін мән-жайларға Ысқақтың кәмелет жасқа толмауын, ал Тоқтабаев Азамат, Қалиахмет Дидар және Тоқтабаев Нұрболдың асырауында жас балалардың болуын ескеруді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 54 бабына сәйкес Аскентайдың, Тоқтабаев Нұрболдың, Қалиахметтің, Тоқтабаев Азаматтың, Шынасылдың, Ильясовтың, Белгіжаевтың және Сакиевтің қылмыстық жауаптылықпен жазаларын ауырлататын мән-жайы ретінде олар қылмысты масан күйде жасауы ескеруге қажет. Ал Ысқақтың әрекетінде оның жауаптылығымен жазасын ауырлататын мән-жайлар анықталмаған. Құрметті сот, дана халқымыз бала ананың ақ сүтімен, әкенің адал ниетімен өмірге келеді деген. Сол өмірді дәл сол ата-ананың көз алдында үзу бұл тек қылмыс емес, ар намысқа шабуыл. Халықтық тәрбие мен моральға қарсы қастандық деп санаймын. Сотталушылар бұл әрекетті топ болып, барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттермен және аса қатыгездікпен жасаған. Олар тек Шерзатқа шабуыл жасап қана қоймай, оның отбасының басқа мүшелеріне күш көрсетіп, қорлап, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған. Бұл бұзақылық сипаттағы ауыр және аса ауыр қылмыстар болып табылады. Сондықтан да аталған мән-жайларды ескере отырып, құрметті сот, сотталушылармен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесі кінәлі адамның жеке басы, оның ішінде құқық бұзушылық жасағанға дейінгі және одан кейінгі оның мінез құлқы, жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларын ескере отырып, олардың әрқайсысына айыпталып жатқан қылмыстық кодексінің баптарының санкциясында көрсетілген бас бостандығынан айырудың ең жоғарғы жазасын тағайындау қажет деп санаймыз. Жоғарыда айтылғандардың негізінде және Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 337 және 383 баптарын басшылыққа ала отырып, құрметті төрағалық етуші сот, мемлекеттік айыптың келесі бағытын сұраймын. Ысқақ Думан Қайдарұлы кәмелет жасқа толмаған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 434 бабымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды, жазасын кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Аскентай Дархан Баялханұлын, Белгіжаев Шыңғыс Айдосұлын,
Тоқтабаев Нұрбол Маратбекұлын және Калахмет Дидар Еркінұлын Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы 7 бөлігімен кінәлі деп танып, олардың әрқайсына 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды, жазаларын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Ильяс Нұрқияс Төлетбекұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 60 бабына сәйкес Ильясовқа 04.04.2024 жылға Талғар аудандық сотының үкімі бойынша өтелмеген жазаның бөлігін ішінара қосу арқылы түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Тоқтабаев Азамат Маратбекұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 188 бабы 1 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 3 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Тоқтабаев Азаматқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 6 тармағына сәйкес Тоқтабаев Азаматтың 17.10.2024 жылғы Талғар аудандық сотының үкімі бойынша өтелмеген жаза бөлігін ішінара қосу жолымен түпкілікті оған 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Сакиев Равиль Магомедовичті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігі, 7, 9 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 4 тармағына сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен түпкілікті Сакиевке 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Шынасыл Абзал Нұрғалиұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігі 1, 7, 9 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 4 тармағына сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен түпкілікті Шынасылға 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Сотталушыларға қатысты қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шараларын өзгеріссіз қалдыруды қылмыстық кодексінің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Шынасыл, Сакиев, Тоқтабаев Нұрбол, Ильясов, Аскентай, Тоқтабаев Азамат, Белгіжаевтардың 04.10.2024 жылдан бастап, ал Калахмет 17.10.2024 жылдан және Ысқақ 13.10.2024 жылдан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстау уақытын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күн үшін 1 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызуды. Жәбірленушілердің материалдық және моральдық шығынды өндіру жөніндегі талап арыздарын толық көлемде қанағаттандыруды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 405 бабына сәйкес іс бойынша сұралған куәлар Нұрбекова мен Жақсыгелдінің әрекеттерін тексеру және оларға құқық баға беру үшін жеке қаулыны шығаруды, оны Алматы облысы полиция департаментіне жолдауды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 98-2 бабының негізінде мәжбүрлі төлемді Шынасыл мен Сакиевтен 30 айлық есептік көрсеткішті, яғни 110.760 теңгені, ал Белгіжаевтен, Аскентайдан, Тоқтабаев, Нұрболдан, Калахметтен және кәмелет жасқа толмаған Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевадан 20 айлық есептік көрсеткішті, яғни 73.840 теңгені және Тоқтабаев Азаматтан 4.840 теңгені Қазақстан Республикасының жәбірленушілерге өтемақы қорына өндіруді. Сотталушылардан, оның ішінде кәмелет жасқа толмаған Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевадан мемлекет пайдасына жүргізілген сот сараптамаларына жұмсалған процестік шығындарды өндіруді. Іс бойынша айғақ заттардың тағдырын Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 118 бабына
сәйкес шешуді және сотта сұралған куә ретінде Қазыкенов пен Рузбакиевке қатысты да процессуалдық шара қабылдау үшін жеке қаулы шығарып, Алматы облысы полиция департаментіне жолдауды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Осымен